Қарағанды қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесі ұйымдастырған Редикс Әуезов әлемі жобасының қорытынды кеші өтті. Шараға қатысушылар әдебиет сүйер қауым мен ұстаздар қатысты. Кеш барысында жоба жеңімпаздары түрлі номинация иегерлері марапатталды. Тақырыпты тілшіміз Айгерім Рымбек тізбектесін. 2 айға жалғасқан Әуезов әлемі жобасы оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, қазақ әдебиетіне қызығушылығын арттыруды мақсат етті. Алғашқы кезеңде қатысушылар жазушының әңгімелерін талдап спикерлік қабілеттерін шыңдаса, екінші кезеңде қаламмен жұмыс істеу дағдыларын көрсетіп, өз әсерлерін эссе арқылы жеткізуге мүмкіндік алды дейді ұйымдастырушылар. Біздің редакс жобасы Мұхтар Әуезовтің шығармаларына арналған. Пьесалар шығармаларын оқушыларға таныстырып, оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын және де сүйіспеншілігін ояту. Алдағы уақытта бұндай жобалар көбейеді деген үміттеміз. Бұл жобаның жұмысы өте орынды деп ойлаймын. Өйткені мынау Мұхтар Әуезовтің әлемін, оның шығармашылығын мынау оқырмандар арасында насихаттау, қайта жаңғырту деп ойлаймын. Өте дұрыс жасалып жатқан іс-шара. Кітапқа қызығушылық туғызатын жобалар көбірек болсын деп енді тілейміз. Жобаға белсенді қатысқан жастардың бірі Әли Бейсенбек. Ол спикерлік бағыт бойынша үздік атанып, арнайы номинацияның иегері болды. Әли өзінің тыңдауында қорғансыздың күн әңгімесіндегі әлеуметтік мәселелерді қазіргі қоғамдағы құбылыстармен сабақтастырып, тың көзқарас танытқанын айтты. Осы әңгіме трагедия болса да, сол тақырыпты айтқым келді. Өйткені бұл ең өзекті мәселелердің бірі. Және екіншісі ол өмір туралы. Өмір әрқашан ол күрестен тұрады. Мұхтар Әуезовтің әрбір шығармасы өзін шын мәнінде мұхиттың түбінде бір маңызды нәрселерді қозғайды. Кеш барысында концерттік бағдарлама ұсынылды. Мұхтар Әуезовтің шығармаларынан арнайы дайындалған театрландырылған қойылымдар көрермен назарына ұсынылды. Айгерім Рымбек, Еркебұлан Бехожин, Құралай Таңатова, Сарыарқа телеарнасы.